Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте керемет, жұмсақ әрі дәмді болып шығатын рогалики дайындаймыз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Барлық керекті мөлшерлерін астына жазып қалдырамын. Одан кейін ертілген сармайымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 1 кесе айранымызды құямыз, немесе сүтімізді құюымызға болады. Жақсылап араластырып, үстіне 2 қасық қамыр қопсытқышымызды саламыз. Ары қарай ұнымызды салып, жақсылап тұрып қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дайын болған соң, оны көтермейміз, бірден осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп, арасына салмасын саламыз. Мен өрік вареньесін салдым, сіздер қалауыңызша әртүрлі жемістерді немесе сүзбе салуларыңызға болады. Ары қарай осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып дайындап қоямыз. Дайын болған соң үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, пешімізде 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Тез дайын болады, өте ерекше дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.